саған, саламатсыз ба? Сізді де көреді екенбіз ба? Денсаулықтарыңыз қалай? Амансыздар ма? Сұрақ ретінде қаңтарда оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Біз әлі жұмысқа кіріскеніміз жоқ қой. Жоқ, енді кіріскеннен кейін әлі күнге дейін қаңтардың шындығы ашылған жоқ. Осы оқ атуға бұйрық берген азаматтарды жауапқа тартуды талап етесіз бе? Аман тілеймін сіздерге. Жоқ, сіз сонда тек қана спорт туралы ғана депутаттық сауалдар көтересіз бе, егер қаңтар оқиғасына қатысты? Кейін жауап береміз барлығына. Қазір не кедергі жауап беруге? Әлеуметтік желіде пікір тарады. Иә. Рысбек Сәрсенбайға орнын берсе дұрыс болар еді деген секілді. Оқыдыңыз ба, таныссыз ба, және не ойлайсыз? Таныс емеспін мен. Мүлдем естімедіңіз, иә? Жалпы сайлау әділ өтті деп ойлайсыз ба? Әділ өткен шығар. Сайлау учаскелеріндегі заңбұзушылықтарды көрдіңіз бе жалпы? Көрмедім. Мен ана интернет ақтарып басында ұртпаймын. Осы орынға лайықпын деп ойлайсыз ба сонда? Бұл Алланың бұйырғаны ғой. Депутаттық қатысу кімнің бастамасы болды, өзіңіз ба, әлде сізге де ұсыныстар жасады ма? Әкеммен ақылдастым. Әкем батасын берді. Бұл арманыңыз ба сіздің? Арманым емес. Бірақ халыққа қызмет ету менің міндетім. Парламентке өткеннен кейін қандай нақты мәселелерді көтересіз өзіңіз? Жоспар бар ма? Жастар тәрбиелейміз. Қалайша? Бұрынғыдай.